Қайырлы күн, достар! Сіздермен әдеттегінде мен Жібек. Бүгін мен сіздермен бірге қысқа сақталатын осындай личо салатының рецептісімен бөлісемін. Видеоны толық қараңыздар. Оған дайындау үшін бізге осындай тұз, сұйық май, сәбіз, пияз, тәтті қызыл бұрыш, сарымсақ және де қызанақ қажет. Осы заттардың барлығы қолданылады. Жасаймыз. Ыдысқа ең алдымен сұйық майымызды құямыз. Жарты литр сұйық майымызды құямыз. Пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін бізге осындай аскөк қажет болады. Осындай қылып кесіп аламыз. Қуырылып жатқан пиязымызға сәбізімізді қосамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Дәл осындай болып араластыру қажет. Одан кейін араластырып болған соң оған тәтті қызыл бұрышымызды қосып, араластырып шығамыз. Қызанақтарымызды қосамыз. Қызанақты қосқан соң 10 минут араластырмай осылай тұру қажет. 10 минут өткен соң оны араластыра бастаймыз. Араластырып болдық. Оған сарымсағымызды қосамыз. Татымына қарай тұз және де бұршақ қара бұрышымызды қосатын боламыз. Және де осындай кинзаны қосамыз. Кинза сіздердің салаттарыңызға өте дәмді береді. Бетіне аскөкті қосып, араластырып 40-45 минут қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Міне біз банканы дәл осылай стерилизовать етіп, осылай теріс қаратып, күнге қойып қойдық. Біздің салатымыз дайын болды. Қысқа сақталатын банкілеріміздің барлығын стерилизовать еткен соң, оның ішіне личо салатымызды ыстықтай банкіге құйып, беткі жағын жауып тастайтын боламыз крышкасымен. Міне біздікі барлығы дәл осылай банкіге салынды. Менде 5 банка болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді мен бұдан да өте көп және де рецепттермен салатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош, сау болыңыздар.